Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім? YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осы пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирогтың бәріңіз білетін зебра пирогы. Құрамы өте оңай, бірақ соған қарамастан жұмсақ болады және воздушный болады. Көп адам осы пирогты қатты ұнатады және міндетті түрде рецептін сұрап жатады менен. Олай болса видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мына жерде бөлме температурасында жұмыртқаға қантымыз саламыз. Жұмыртқа, егер сіздерде С1 категория болса, 5 жұмыртқа қолданасыздар. Егер үлкен отборный болса, онда 4 жұмыртқа жетеді. Қантымыз еріп, массамыз 2-3 есе ұлғайғанша көпіртіп аламыз. Консистенциясы осындай болу керек. Енді осының үстіне сұйық май құйдым. Содан кейін ыстық су құямыз. Бірақ суларыңыз қайнамаған болсын. Ұнымызбен разрыхлительді 2-ге бөліп саламыз. Содан кейін венчикпен араластырған кезде массамыз отырып қалмайтындай етіп, астынан үстіне қарай аккуратно араластыру керек. Венчикпен біраз араластырып болғаннан кейін лопаткамен де кішкене араластырған дұрыс, өйткені астындағы сұйық май полный бірікпей қалады. Сондықтан осылай біраз араластырасыздар. Болды деген кезде осылай 400-450 грамын бөліп аламыз басқа ыдысқа. Содан кейін қалғанына біз какаомызды саламыз. Болды, енді 2 массамыз да дайын болды. Енді табамызды майлаймыз. Менде әсел пештің кәдімгі ыдысы 30 диаметрі. Енді осыны майлап алғаннан кейін енді кезек-кезек қамырымызды құямыз. 2-3 ас қасықтан құя бересіздер. Кезекпен бәрін құйып алғаннан кейін енді зубочисткамен осылай 4 бөлікке бір бөлеміз. Содан кейін ішінен сыртына қарай осылай узор келтіреміз. Осы массамызды мен 175 градуста 25-30 минутта пісіріп алдым. Енді печкаңызға қарай зубочисткамен тексересіз главный. Мына жерде салқын сүт, менде холодильниктен алынған 150 мг сүтке толтырып 1 чайный ложка сгущенка саламыз. Енді осыны пирогымыз піскеннен кейін мен сразу печкадан шығардым. Қазір ыстықтай үстіне жаңағы сүтпен сгущенканы құйып шығамыз. Сонда пирог оны өзіне жақсы сіңдіреді. Біреу ыстық, біреу салқын. Сүттің барлығын осылай құйып болғаннан кейін міндетті түрде кокосовый стружка себеміз. Сонда иісі де дәмі де күшті болады. Мен өзім қатты ұнатамын, сондықтан любой пирогқа оны себе беремін. Өте оңай пирог, қарапайым, құрамына ешқандай да бір қиын нәрсе керек емес, бірақ результаты өте күшті. Осы видеоны лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Өзіңіздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісіңіздер каналымның дамуы үшін. Рахмет, менімен бірге болғандарыңыз үшін.